Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздердің назарларыңызға шиеден жасалған компоттың рецептін ұсынатын болам. Алдымен таза чашымызға 150 грамм қантымызды саламыз. Үстіне 1,5 литр таза суымызды құйып аламыз. Оның үстіне 300 грамм жуылған таза шиемізді саламыз. Осылай корзинкаға орнатамыз. Бетін жауып, берік қылып, 15 минутта варома режимінде бірінші жылдамдықта сақырлатып тұрып қайнатып алатын боламыз. Мінекей біздің шиеден жасалған компотымыз дайын болды. Осылай ысылай күйінде ішуге болады, немесе салқындатып ішуге болады. Астарыңыз дәмді болсын.